Еліміздің тұңғыш президенті күні Петропавлдық жас отбасылар қоныс тойын тойлауда. Жас отбасыларға мемлекеттік бағдарлама аясында 93 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілді. Береке ауданында тапсырылған 93 пәтерлі үйдің кілттерін салтанатты түрде облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров табыстады. Райымжановтар отбасы үшін бүгін қос мереке. Тұңғыш президент күнімен қатар жас жанұя 2 бөлмелі пәтерге ие болып отыр. Отбасын құрғандарына 3 жыл болған отбасы бұл баспананы 2 жыл күткен. Осыған дейін жалдамалы пәтерден пәтерге көшіп жүрген. 2 баланың әкесі Зуфаршан Райымжанов облыста кардиологиялық орталықта рентген хирург болып жұмыс істейді. Жаңа баспанаға ие отбасы өз қуаныштарымен бөлісті. Жаңа 2 бөлмелі пәтерге қол жеткізіп отырмыз. Оған өте қуаныштымыз. Бізге осы пәтерді алу үшін 2 жыл күттік. Міне Құдай қаласа енді өз шаңырағымыз бар. Рахмет барлықтарына. 5 қабатты жаңа үйдің сәнін балаларын жетектеген жас отбасылар олардың қуаныштарын бөлісуге келген туған туысқандары келтірді. Жалпы жыл басынан бері Петропавл қаласы бойынша жас отбасыларға арналған 3 тұрғын үй пайдалануға берілді.